Қайырлы күн, қыздар. Біз сіздермен бүгін осындай творожное печенье дайындаймыз. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, венчикпен араластырып аламыз. Одан соң оған қантымызды қосып, тағы да араластырамыз. Бұдан кейін оған сүзбемізді салып, оны да венчикпен араластырамыз. Енді бұған ванилиніміз бен қопсытқышымызды қосамыз. Одан соң бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, илейміз. Енді бұған електегі ұнымызды електен өткізе отырып, қамыр илеп шығамыз. Бізде осында жұмсақ қамыр шығады. Енді бұны жарты сағат тындырып қойып, жарты сағаттан соң осылайнан жайып, оны домалақ ыдыстармен осылайнан ойып аламыз. Бұдан кейін осылайнан төртеуін бір-бірінің үстіне қойып, бастапқысынан кейінгісіне қарай орап шығамыз және осыны пышақпен ортасынан бөлеміз. Нәтижесінде бізде осындай печенье шықты, яғни гүлге ұқсаған. Сіздер қандай формамен жасасаңыздар да өз еріктеріңізде. Енді оны пергамент қағазына тізіп, 170 градусқа жарты сағатқа жібереміз. Міне біздің печеньеміз дайын болды. Осындай болып пісті. Жасап көріңіздер. Ас болсын барлықтарыңызға.